Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен кабачковый наггетсінің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге кабачки, жұмыртқа, сыр, ұн, панировочный сухари, тұз, қарабұрыш, паприка керек болады. Алдымен кабачкилерімізді бөліктерге бөліп аламыз. Бөлінген кабачкилерімізді ыдысқа салып, үстінен аздап тұз сеуіп, жақсылап араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Панировочный сухариміздің үстінен тұз, қарабұрыш, паприкамызды қосып араластырамыз. Теркадан өткізілген сырымызды да қосып жақсылап араластырамыз. Екі жұмыртқамызды шағып, тұз, қарабұрыш қосып араластырамыз. Кабачкиден шыққан сокты төгіп тастаймыз, ол бізге қажет емес. Енді кабачкилерді пакетке салып, үстінен ұн қосамыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Енді кабачкилерімізді алдымен жұмыртқаға, содан кейін барып сухариге аунатып аламыз. Қызып тұрған пеште 200-210 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Баршаңызға ас болсын.